видеодағыдай бәрі чикістеп резко істеліп кетсе күшті, иә, бірақ өмірде олай емес қой. Бұның барлығы үлкен еңбек, грузовикпен осы газондардың барлығын төрт бұрыш қылып алып келіп, мына жердің барлығын қырып, қаншама жер шығарды және осындай мамық жап-жасыл газон төсеп берді. Бұның барлығын бізге ел досымыздар жасап берді. Сізге көп рахмет. Иә, біраз жылдан бері осындай газонмен айналысады. Жалпы тек газон емес, иә? Газон, ландшафтный дизайн, полное озеленение, посадка деревьев, ағаштар болады үлкен, разные. Сонымен айналысамыз. Сіз енді білесіздер, асып тасып жатпағаннан кейін бірден таба салып, шақыра салып жасата салмаймыз. Бірнеше адамға хабарласамыз, бағасын салыстырамыз және ең оптимальный вариантын таңдаймыз. Сапасы жағын да ұмытпаймыз әрине. Сондықтан бұл кісінің компаниясын таңдадық. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Белгілеп кетемін. Көбісі сторисім айтып жатыр да, неге Бекжан, неге папа деп үйретпейсің, неге аға деп үйретпейсің деп ше. По идее, мы хотим этого, конечно. Бекжан да қалайды әрине. Бірақ енді минус в том, что ең басында алғаш танысқан кездерінде атын сұрап, и бәрі оны атымен атайтын еді ғой айналамыздағылар. Содан әдет болып қалыптасып, енді қазір қанша жерден бүйтіп шатыстырып отырып, прикол ұстап отырып папа дегізсек те демей қалады. Бірақ всему свое время, например, мен ойлаймын, бұл қамқорлық пен бұл мейірімділіктің арты осындай жетістікке иншалла бір күні жетеді. Сондықтан жаз бітпей тұрып, үлгеріп қалайын деп. Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Спутникта жаңадан Акадзаки ашылған екен. Сол филиалды көрсетеміз. Кешкі салқыннан кейін келіп, ташкентский чайды алып, отыратын жер екен. Әдет. Балаларын ойнатып, өзі тамақтанып жүрсе, тамақтанып, обязательно каждый филиалда менің бір риза болатын Акадзаки намазханасы қарастырылған. Және ең басты нәрсе халал. КМДБ-ның мөрі бар. Кез келген тағамды ойланбай жей берсеңіздер болады достар.